Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Мемлекеттік тілде іс жүргізу пәні. Оқытушы Жұмабекова Айша Акимбековна. Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құжат деректемелерін безендіру. Сабақтың мақсаты: сіздер құжаттарда кездесетін деректемелермен танысып, негізгі деректемелердің безендірілуі туралы мәлімет аласыздар. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттаманы жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы номер 703 қаулысына бағынады. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы 703 қаулысына шолу жасайық. Бұл заң мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидалары туралы ережелер көрсетілген. Бірінші тарау жалпы ережелер, екінші тарау құжаттама жасау, құжаттарды дайындау және ресімдеу тәртібі. Бірінші параграфта құжаттама жасау тәртібі және құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар. Бұл жерде мен сіздердің көңілдеріңізді біз қолданып жүрген A4 форматының мөлшеріне көңіл аударғым келеді. A4 форматында қалдыратын ақ жиектердің мөлшері сол жағынан 20 мм, яғни 2 см, оң жағынан, жоғарғы жағынан, төменгі жағынан 10 мм-ден 1 см-ден қалдырамыз. Егер құжатты басып шығару үшін құжат парағының сыртқы жағын жиектер қолданылатын болса, егер құжатты біз A4 форматының екінші жағына да шығаратын болсақ, онда сол жағынан 10 мм, оң жағынан 20 мм қалдырылады, жоғарғы жағынан және төменгі жағынан 10 мм-ден қалдырылады. Екінші параграфта құжат деректеменің ресімдеу тәртібі көрсетілген. Осы 703 қаулы бойынша іс жүргізуде 24 деректеме бекітілген. Осы екінші параграфта құжат деректемелерінің әрбір деректеменің безендірілу тәртібі түгел көрсетілген. Үшінші параграфтан бастап бірнеше құжаттарға тоқталып, осы құжаттардың безендірілуі және олардың жазылуы туралы мәліметтер көрсетілген. Жалпы бұл қаулыда 204 пункт бар. 204 пункттан кейін үшінші параграф бұйрықтарды дайындау және рәсімдеу, төртінші параграф хаттаманы дайындау және рәсімдеу тәртібі, 5 актіні дайындау және рәсімдеу тәртібі, осылай бірнеше құжаттардың дайындалу және рәсімдеу тәртіптері көрсетілген. 204 пункттан кейін құжаттардың үлгілері берілген. Бірінші, жаңағы 24 деректеменің орналасу схемасы бар. Қазір мен сіздерге соны көрсетейін. Міне, 24 деректеменің A4 форматында орналасу схемасы. Әр деректеменің өзінің орны бар. Мен сіздерден деректемелер естеріңізге сақтау үшін, мысалы, деректеме қайда, қалай жазылады деген сұраққа жауап берсеңіздер,
Сіздер әр деректеменің өзіне қойылатын талапты игересіздер. Әр құжаттардың үлгілері берілген. 24 деректеменің A4 форматында орналасу тәртібі. Сіздерге сұрақ. A4 форматының ақ жиектерінің көлемі қанша? Сол жақ, оң жақ, жоғарғы, төменгі ақ жиектерінің көлемі. Жақсы, дұрыс. Міне, 24 деректеменің атауы. Бірінші, Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы немесе эмблеманың логотиптің тауар белгісінің бейнесі. Қазақстан Республикасының елтаңбасы тек мемлекеттік ұйымдарда ғана көрсетіледі. Ал басқа жекеменшік ұйымдарда тауар белгісі немесе логотиптің белгісі қойылады. Ұйымның ресми атауы, ұйымның туралы анықтамалық деректер, құжат түрінің атауы, құжаттың датасы, құжат түрінің номері индексі, кіріс құжаттың тіркеу номеріне және датасына сілтеме, құжаттың жасалған немесе шығарылған жері, құжатқа қолжетімділікті шектеу грифі, адресат, құжатты бекіту грифі, қарар, құжат мәтініне тақырып, бақылау туралы белгі, құжаттың мәтіні, құжатқа қосымшасының болуы туралы белгі, қолы, құжаттың келісілгені туралы белгі, мөр бедері, құжат көшірмесінің куәландырылған туралы белгі, құжаттың орындаушысы туралы белгі, құжаттың орындалғаны және оны іске жіберілгені туралы белгі, құжаттың электрондық көшірмесін сәйкестендіруші, құжаттың ұйымға түскені туралы белгі. Енді сіздерде сұрақ туы мүмкін. Осы құжаттардың бәрін A4 форматында қалай сыйдырамыз деп. Ол үшін мен сіздерге барлық құжаттарда кездесетін деректемелерді қызыл қаріппен белгіледім. Енді осы барлық құжаттарда кездесетін деректемелердің безендірілуіне тоқталайық. Мекеменің атауы. Егер біз құжатты таза A4 форматында жазсақ, мекеменің атауы толық жазылады. Егер мемлекеттік ұйым болатын болса, онда оның министрліктің атауы, одан кейін ортадағы ұйым толық жазылады. Құжаттың атауы қайда, қалай жазылады? Құжат атауын ортадан, A4 форматының ортасынан немесе сол жақ ақ жиектен кейін жазуға болады. Құжаттың атауы міндетті түрде бастырма әріптермен жазылады. Тек өмірбаян, түсініктеме сияқты құжаттар ғана жай әріптермен жазылады. Келесі, құжаттың датасы. Құжаттың датасы міндетті түрде араб сандарымен жазылады. Араб сандары 6 белгі сандар, ондық сандармен жазылады, арасына нүкте қойылады. Осы жолға құжаттың номері, реттік номері және индексі жазылады. Одан төмен құжаттың шығарылған жері, құжаттың ұйымның орналасқан жерінің аты жазылады. Келесі құжат деректеме мәтінге тақырып. Мәтінге тақырып сол жақ шеттен жазылады және ол 4-ші табуляторға дейін жазылады.
Егер одан артық болатын болса, одан созылмайды ары қарай келесі сөз жолға түсіріледі, соңына нүкте қойылмайды. Құжаттың мәтініне қойылатын тақырып. Мәтін міндетті түрде абзацтан бастап жазылады. 12-14 шрифт, Таймс Роман шрифі жазылу керек. Интервал, жоларалық интервал 1 немесе 1,5. Құжаттың мәтіннен кейін қол қою деректемесі келеді. Қол қою деректемесінде бірінші қол қоюшының қызметі, қолы, одан кейін қолының расшифровкасы дейміз. Кім қол қойды, сол қол қойған адамның аты, атының бас әрпі және тегі жазылады. Міне мысалы үлгі. Үйімнің атауы, құжаттың атауы, датасы, нөмірі, индексі, шығарылған жері, жұмысқа қабылдау туралы деген тақырыбы, одан кейін мәтін, қол қою деректемесі, және бұйрықпен таныстырылды деген деректеме, ол осы бұйрықта кездесетін деректеме. Айта кететін жай, әр құжаттың мәтініне қойылатын өзінің ерекше талаптары болады. Әр құжаттың мәтіні өзіне сай жазылады. Сіздерге тапсырма. Бірінші, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы 703 қаулысын оқып, деректемелердің безендірілуі туралы конспект жазыңыздар. Екінші тапсырма, 7-ші слайдтағы формуляр үлгіге бекіту грифі, келісу грифі, орындаушы туралы белгі, көшірмесі бар туралы белгі, құжаттан келіп түскен туралы белгі қойыңыздар. Менімен кері байланыс жасау үшін экранда телефон және WhatsApp нөмірі берілген. Назарларыңызға рахмет, қош, сау болыңыздар.